Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан ұйғыр самсасының рецептімен бөліскім келеді. Алғашқы жасағаннан ақ өте оңай әрі сәтті шығатын рецептердің бірі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алыңыздар және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қаймағымызды саламыз. Оның үстіне дәміне қарай аз ғана тұз саламыз. Содан соң вилкамен жақсылап тұрып араластырамыз. Массамыз әбден араласқаннан соң салқын су құямыз. Мен жарты стакандай су қолдандым. Тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйық массамызды ұнымыздың ортасына аз-аздан құйып отырып, қамырымыздың басын біріктіреміз. Осылай лопаткамен не болмаса қасықпен біріктіріп алсаңыздар болады. Содан соң қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты жұмсақ болмауы қажет. Дәл осындай қамыр шығуы қажет. Осы қамырды екіге бөліп, бөлме температурасына 5 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта біз сары майымызды ертіп дайындап қоямыз. Келесі кезекте аз ғана ұн сеуіп, осы қамырымызды жұлқалап жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай жұп-жұқа болуы қажет. Екінші қамырымызды да дәл осындай жұқалықта жайып аламыз. Содан соң жаңағы ертілген сары майымызды қамырымыздың ортасына жағып шығамыз. Сары майымызды біртегі жағып болғаннан соң екінші қамырымызды да осы қамырдың үстіне қоямыз. Тағы да сары майымызды жағып, қамырымызды жақсылап тұрып орап шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Орап болғаннан соң тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Қаласаңыздар бір тәулікке қойып қойсаңыздар да болады. Мен 1-2 сағатқа қойып қоятын боламын. Сол аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тартылған ет, пияз, дәміне қарай тұз және де қарабұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің салмамыз дайын. Енді 1-2 сағаттан соң қамырымызды алып, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Келесі кезекте осы қамырымызды өте жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жаямыз. Қамырымыздың ортасына салмамызды салып, осы видеода көрсетілгендей етіп, түйіп шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін 1-2 қайтара бөлу тәсілін көрсететін боламын. Самсаны бүгіп болғаннан соң бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, бетіне мак себеміз. Қызып тұрған печкеде 170 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Менде шамамен 20-25 минутта пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай самсамыз дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма қолдау көрсетіп, маған тіркеліп, осы видеоның астына комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісіп отырамын. Баршаларыңызға рахмет достар.